Салям, достар, ну, это был творчество арналған. Қазір апа үйде ибрайым жұмысқа шығады біздің мектепке. Потом біз үйде құжат, байка, теңкалар істейміз. Дұрыс заказать. Bunu ашып апа көрген. Videosu çekelim. Ya burası osындай. Şimdi жабыстыратын bir sürü емес. Bak черный бар, темно-синий, кішкене алтын. Ну, алтын. Это серебристый, это темно-синий. И потом осындай. Ну, суретте де көрінген. Осындай. Не мынау? Bir не істеуге болады мынау. Моншақ істеуге болады мынау. Тесігін таппай жатырмын. Не шақырды? Тесігі достар. Арқан. Бұл арқан білмеймін. Білмеймін қанша метр болғанын. Көп метр болған екен, бірақ өте күшікті өткен. Көз ітірген. Мынандай пакет ашып. Бұл жасқа семесті. Конечно, мен 200 жас. Мынандай. Мына тоже бір не істеу болады моншақта. Қолға әдем түстеріммен бар екен, как екен. Әдемі қап істеуге болады. Мен ойладым мына ішінде. Мен негізі менің ағаммен ағам екеуі бірге ақылды кітап берген. И потом ағам жұмыста болып, өзіміз алды. Бүгін тарада күшті күн болып тұр. Бағана сол үшін мен мынандай мен далаға барып. Мынандай әдемі гүлдер. Не, апа айтады да, не үшін үлкен емес, почему это маленький деп. Говоришь, әдемі мынандай ракурста. Әдемі, я. Бірінші жасқа сүйдіру керек. Мынандай әдемі. И потом бітті. Осы заттан. Әдемі, я маған қатты ұнағаны мынау болды ғой. Мен ашып көрсетейін. Келесі жаста кәпте. Мынау ашып көрсетіп. И нақта тағы да бар.